Достар, бүгін сіздермен бірге кекс пісіретін боламын. Маған кекске қажет заттарды сіздермен бірге қазірге келейін. Кекс пісіру үшін бізге міндетті түрде керек нәрсеміз ол осы нәрсе. Бұл нәрсесіз бізде кекс піспейді, достар. Келесі екінші нәрсе. Достар, сіздерге керек заттарды көрсетіп шығайын жаңағыдан. Кейін енді білмей қалған шығарсыздар. Бірінші ол бізде осындай 4 жұмыртқа. Үйдікі, магазиндікі жарай береді. 4 жұмыртқа. Мен 4-ін көрсетпеймін, бірақ ол жараған жерде төртеуі. Келесі майды ертіп қосасыздар. Полный ертпейсіздер, тек қана жартылай ертесіздер. Осындай май керек болады. 250 грамм қант керек болады. Келесі осындай кекстің немесі ыдысы керек болады, және де ұн керек болады, достар. ұн керек болады. Ал кетіп бірге жасайық. Менде осындай чашка. Бұл чашканың ішіне мен қасықпен араластырам. Себебі менде ондай араластыратын жоқ. Осындай қасықпен араластыратын боламын. Енді бізде бірінші жұмыртқа саламыз. Неше жұмыртқа салғанын санап отырыңыздар. Мен ешқандай тездетпеймін, тоқтатамын, но бірақ алдамаймын. Бірінші кетті. Төрт жұмыртқа. Екінші кетті. Төртінші кетті. Міне. Төртінші кетті. Енді қолымды сүртейін. Жеп көремін, так что осындай орамал алып алдым қолымды үстіне. Достар, келесі частьті обязательно салам, сразу салам. Сол частьқа кіріңіздер. Короче, мен частьті салмай қоямын.